Достар, сәлем. Бүгін біз өзіміздің қазақ халқының ұлттық тағамы бауырсақ пісіреміз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі 2-3 күн тұрса да өзінің жұмсақтығын жоғалтпайды. Достар, мен сіздерден алдын ала мені қолдауларыңызды сұраймын. Маған жазылып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ол үшін бізге жылы су, сүт, майонез, шемешкі май, дрожж, тұз, қант және 1 килограмм ұн қажет. Мөлшерлемелерін астында описаниеде қалдырып кетемін. Алдымен суымызда, сүтімізде жылы болу керек, өте ыстық та немесе салқын болмау керек. Екеуін араластырып, үстіне дрожж саламыз, қантымызды саламыз. Дрожж ерігенше барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер дрожждарыңыз свежий болса, ол бетіне қалқып шығады. Ал егер свежий болмаса, онда шықпайды. Осыны ескеріңіздер. Және осылай шығады, көпіршіктеніп. Одан кейін тұзды саламыз, майонез саламыз. Шемешкі майын құямыз және ұн салып қамыр илейміз. Ұнды мен бірден салып жіберемін. Осылай бірден салып жіберулеріңізге де болады, немесе біртіндеп те салуға болады. Одан ешқандай айырмашылық болмайды. Тағы да айтып кететін жайт, ұндар әртүрлі болады, сол себептен плюс-минус 100 грамм артық немесе кем болуы мүмкін. Жақсылап иін қандырғанша илейміз. Сосын шемешкі май жағып, жан-жағына қақпағын жауып 1-1,5 сағатқа қамырымызды ашуға қойып қоямыз. Негізі осылай крышка жауып қою керек. Немесе мен духовкада де ұстаймын қамырды. Ешқандай духовка қоспай, просто так салып қоямыз. Сонда қамыр ешқандай сквозняксыз жақсы ашиды. Қамырымыз көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, сондай пышный болып көтерілді. Өте қатты жұқа қылып жаймаймыз. Бір 5-7 сантиметр қылып жайып аламыз. Және формасына салып, кесіп алсаңыздар болады. Мен бұл жерде дөңгелек формасын дөңгелек қылдым. Негізі әркімнің өз қалауынша төрткішті кәдімгі бауырсақ формасында шығаруға болады. Дөңгелек әдемі болады деп шештім. Және осылай формасын шығарғаннан кейін арнайы дайындап алған тақтайға бір 10-15 минут тағы да көтерілуге қойып қоямыз. Міндетті түрде бетін жауып қоямыз, себебі бөлмеде сквозняк болады. Бауырсақтарымыз қатып кетпеу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай тағы да көтерілді. Осылай қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Майдың астын қатты ашпау керек, орташа отта. Бауырсақтар өз бабымен пісу керек. Сонда ортасы пышный және пісіп шығады. Міне бір жағы қызарғаннан кейін аударып аламыз. Екінші жағы піскеннен кейін оттан түсіріп аламыз. Солай кезек-кезек бауырсақтарымыздың барлығын пісіріп аламыз. Бұл рецептпен бауырсақтар өте сондай
томпақ және дәмі өте керемет болады. Және 1-2-3 күн сақтасаңыздар да өзінің жұмсақтығын жоғалтпайды. Осы рецепт енді барлық рецепттердің ішінен маған ұнағаны. Тағы да бір айта кететін жайт, бауырсақтарды суығанша бірінің үстіне бірін салмаймыз. Міне осылай қаз-қатар тізіп қойдық. Сонда ол бір-біріне жабысып, формасын жоғалтпайды. Ал достар, керемет бауырсақтарымыз дайын. Егер видео ұнаса, маған комментарий қалдырып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Рахмет.